Қайырлы күн, қайырлы кеш, достар. Бүгін өте қызықты тақырыптардың бірі болады. Бүгінгі тақырып бізде WhatsApp компаниясы туралы болады. Енді WhatsApp'ты білмейтін адам жоқ шығар. Сол себептен барлығымыз WhatsApp'ты білеміз, бірақ ол туралы қандай тарих бар, қандай мәлімет бар, ақпараттар бар, сол туралы барынша өз ойыммен бүгін сіздермен бөліспекшімін. IT саласын сүйіп менің каналыма тіркеліп көріп жүрген көрермендеріме мың алғыс. Ал егер сіз менің каналымды жаңадан көріп отырсаңыз, астындағы подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыз. Бұрын мені көрмеген болсаңыз, алдыда менің жазған қызықты тек қана өмірден, тәжірибеден алынған пайдалы мәліметтерімді салып отырмын. Соған көріп, каналыма жазылып, лайктарыңызды қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше дайын болсаңыздар, онда тақырыпты қозғауды жалғастырайық. Кеттік. Жалпы WhatsApp'ты білмейтін бізде адам жоқ, қазір барлығы әлем бойынша қолданады. WhatsApp ол әлемдегі ең танымал тегін мәтіндік ақпарат алмасу құралы ретінде қолданылатын программалардың бірі болып саналады. Білесіздер, ол жалғыз WhatsApp қана емес, сообщение алмасу түрінде форматында Viber, WeChat, қандай қазір көп дамып жатыр, есіме түспей тұр, Skype деген сияқты, сол сияқты әйгілі программалардың қатары өте көп, бірақ WhatsApp әлемге ерте танылып кетті. Өзінің атқаратын бірталай қызықты мәліметтер бар. Енді нақтырақ айтатын болсақ, тек қана WhatsApp мәтіндік емес, сонымен қатар ол жерде бұл аудио, видео, документтер түріндегі форматтарды, басқа да форматтарды қабылдай отырып құрылған программалардың бірі десек қателеспеген боламыз. Бұл дегеніміз, клиенттер осы WhatsApp'ты мына платформаларда қабылдайды. Қазір әйгілі танымал, өздеріңіз білесіздер, Android технологиясында, iOS платформасында Symbian, S40 деген бар, сосын KaiOS, Windows қазір бәріміздің қолданатын компьютер, және macOS, және де осындай веб-приложение түрінде қолданала алады екенбіз осы WhatsApp'ты. Барлығы жерде қолданады десек те болады, қазіргі танымал платформалардың барлығында. Бұл мессенджердің негізін қалаушылар негізінен Ян Кум деген жігітпен Брайан Эктонның негізінде құрылған. 24 ақпанда 2009 жылы Mountain View деген Калифорнияның ақштағы осындай штатының бір мемлекетінде орналасқан екен. Осы екі азамат осының негізін, WhatsApp компаниясының негізін қалаушы болып танылады. Кейініректе осы кісілер басында бастаған, жаймен дамыта бастаған бірінші программаны құрған кезде өздерінің университеттерінің оқитын жерінде қолданған осындай ақпараттар бар. Солар қолдану арқылы осындай бағдарламаны көрсетіп, программа түрінде бірінші группаластардың арасында таратқан, одан кейін басқа топтар қосылып, универ бойынша дамып, осындай нені түсінгеннен кейін олар осындай үлкен мессенджерді ойлап тауып, үлкен компанияға айналдырады. Енді бұл компанияны кейініректе білетін боларсыздар. Естеріңізде болса, 2014 жылы қазан айында оны Facebook компаниясы, Марк Цукербергтің компаниясы, танымал білесіздер, сол сатып алып өз меншігіне айналдырып алады. Шын мәнінде осы WhatsApp'ты сатып алғаннан кейін, алдында біз оны WhatsApp'ты білмейміз, қолданбаймыз көп, өздерінің ішкі қалалар, ішкі жаңағы жүйесінде ғана қолданған. Сол себепті шын мәнінде тек қана осы WhatsApp 2016 жылдан бастап ресми түрде тегін таратылып бүкіл әлем қолданушылар бағдарламасына айнала бастады. Солдан бастап Play Market'ке шыға бастап, уже WhatsApp'тың заманы басталды десек те болады. Бұл WhatsApp'ты қолдану үшін бізге керегі тек интернет керек, және сол интернеттен трафик керек. Барлығы қалған тегін орнатып аласыз, жүктеп аламыз, и осы арқылы барлығымыз білеміз, қазір кез келген 4 жасар баладан 90-100 жастағы қарияға дейін телефонды, ұялы телефонды білмейтін адам жоқ шығар. Барлығы осы приложениялар арқылы осы мессенджерді орнатып,
қолдана алады деп айтсақ болады. Қазіргі таңда осы WhatsApp желісімен шамамен 2 миллиардқа жуық адамдар қолданады екен. 2 миллиардқа жуық. Представьте, әлемде қазір 6 миллиард адам бар болатын болса, статистика бойынша 2 миллиард 3/1 бөлігі, ол қай кездегі статистика, соңғы статистикалар қарайтын болсақ, даже одан да көп десек те болады, 3-4 миллиардқа жақындап қалды десек қателеспегенде боламыз. Міне осындай WhatsApp туралы қызықты мәлімет бар екен. WhatsApp ол әлемдегі ең танымал WhatsApp. Осы WhatsApp бағдарламасының дамуының кесірінен мынандай үлкен провайдерлер, компаниялар осындай неге ұшырап отыр. Нақтырақ айтқанда, WhatsApp-тың пайда болуымен, сіздер білесіздер, мынау Билайн, Теле2 деген сияқты бізде Қазақстанда үлкен провайдерлер бар ғой, ұялы телефондардың, солардың мынау SMS, MMS деген нелері болған сервистері. Міне осылардың барлығы жойыла бастады. Осы WhatsApp-тың пайда болуынан бастап, осы сообщениелер былайша айтқанда бітті заманы десек те болады. Одан қосымша мынау ұялы телефонның заманы WhatsApp тоже өшіріп тастады. Қазір ұялы телефондар тек қана мемлекеттік қызметтік орындарда ғана, онда да азаннан кешке дейін қолданбайды. Жұмыс бабымен осындай нелерді қолданып, солар ғана қалып жатыр. Заманауи, мен ойлаймын, алдыда осы нәрселердің бәрі құриды деп. Тек қана солар қалып, мен осы нәрселердің барлығын WhatsApp-тың шығуымен, дамуымен, осындай MMS, SMS деген нелердің барлығы өшіп жатыр. Намашын телефондар қазір ешкім қолданбайды десек те болады. Тек қана жаңағыдай жұмыс мекемелерінде болмаса. Содан 2012 жылдан бастап 10 миллион болса, жаңағы сол 2012 жылдан бастап WhatsApp-тың алғашқы пайда болуынан бастап бір-бірінде сообщение алмасу 10 миллион болса, дами келе 2015 жылдардан шамасымен дейді, ақпаратқа сүйенетін болсақ, 3 жылдың ішінде 50 миллиардтан астам сообщениялар жіберілген екен бір күнде. Ойлаңызшы, бір күнде адамдар бір-бірімен сервердің данные бойынша осы 2012 мен 2015-тің WhatsApp-тың көзге көрінбей шыға бастауының өзінде 50 миллиардтан астам сообщениялар тіркелген екен. Қазір енді шегі жоқ, оның барлығын компания жүйелеп тастаған болу керек. Ондай ақпараттар жазылмайды, бірақ әрине енді дамып жатқанның өзінде осындай қызықты ақпараттар бар екен. Енді осы WhatsApp компаниясының ең қиын сәттеріне келетін болсақ, 13 мартта, наурызда 2019 жылы Facebook компаниясында, естеріңізде болса, өте ауқымды тарихта қалатындай авария орын алды. Ол дегеніміз 10 сағаттай жұмыс жасамай қалған сервер. Ол сол сервердің кесірінен Facebook, Instagram, мессенджерлер тағы да қосымша, және де осы WhatsApp бағдарламасы көптеген мемлекеттерде кесірін тигізген. Тек қана енді барлығында емес, кейбір жерлерде жасап тұрған, бірақ көптеген мемлекеттерде осындай 10 сағат көлемінде жұмыс жасалмай қалған, тарихта қалған үлкен авария болған екен. Бұл проблеманың шығуы сервердегі конфигурациясында үлкен қателіктер орын алған екен. Міне осындай қызықты WhatsApp туралы ақпарат бар. Тағы не айтамыз? Тағы WhatsApp-ты туралы айтатын болсақ, 19 ақпанда 2014 жылы Facebook компаниясы WhatsApp-ты 19 миллиард ақш долларына сатып алған туралы өзін жариялайды официально ресми түрде. Міне осындай ақпарат бар. Қосымша не дейміз енді? Сіздің барлық данныйларыңыз сол серверде WhatsApp түрінде сақталады. Ол дегеніміз сіздің телефон номеріңіз, мысалға біз WhatsApp-пен жазылып жатырмыз ғой, сол туралы айтатын болсақ, сіздің номеріңіз, ұялы телефоныңыздың ол аккаунт атауы болса сақталған кезде, ал сервер ол WhatsApp.net түрінде сол серверде сақталады екен. Осындай мәліметтер бар. Осы WhatsApp компаниясының ең сынға қалған кездері соңғы уақытта, енді минустар жағынан келетін болсақ, WhatsApp бұл 2018 жылы ақпараттарға сүйенетін болсақ, WhatsApp компаниясы WhatsApp арқылы
Джеффа Безосты білесіздер, әлемдегі ең бай адам. Соның Сауд Аравия мемлекетінің принці мен және оның арасында Амазонның генеральный директор ең басты басшысының үшеуінің арасында болған жаңағы телефондарында осындай бұзылғандығы туралы ақпарат бар екен. Осындай зұлым жасаған дейді ғой былайынша айтқанда. Осындай WhatsApp-тың қорғау жағынан, қорғаныс жағынан, безопасность жағынан осындай минустары болған орын алған екен. Енді айтайын дегенім бүгінгі тақырыпта WhatsApp туралы сіздерге ұнады деп ойлаймын. Барлық қызық осындай мәліметтерді бердім. Егер сіздерге ұнаса, лайкты міндетті түрде басып кетіңіздер. Ойларыңыз болса, WhatsApp туралы білетін қосымша осындай тарих туралы ақпаратты ойларыңызды астыға жазып кетіңіздер. Ескеретін боламыз. Ең бастысы, каналымызға тіркелмеген көрермендер болатын болса, тіркеліп кетіңіздер. Алдыда осындай қызықты форматта видеолар түсіруге тырысамыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.